Армысыздар, құрметті көрермен. Мына төтенше жағдайға байланысты елімізде болып жатқан жұмысымызды онлайн жалғастырудамыз. Соған байланысты өнерлі отбасы Айдарымен Дәрібаевтар отбасылық ансамблінің жетекшісі, продюсер Ибрагим Досқұлұлы Дәрібаевпен тікелей кездесу эфиріне қош келдіңіздер бәріңіздемін. Олай болса, бүгінгі кездесу тікелей эфирімізді ашық деп жариялаймыз. Ортамызға келіп отырған, жаңағыны айтып өттім, отбасылық ансамблінің жетекшісі, продюсер Ибрагим Досқұлұлы Дәрібаев. Қош келдіңіз ортамызға. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Ал енді қадірменді көрермен, мен Ибрагим Досқұлұлы ағамыздың өнер жолындағы отбасылық өмірінен мағлұмат беріп кетсем сіздерге. Ибрагим Дәрібаев ағамыз ансамблдің жетекшісі, продюсер, 1959 жылы 11 сәуірде дүниеге келген екен. Оңтүстік Қазақстан облысы, Төле би ауданы, Ақбастау ауылында туған. 1977-81 жылдары Қазхти дейді механика мамандығын оқыды сол институтта. Ал 2008 жылы Қаскелең, мына біздің Қарасай ауданында Қаскелең музыка колледжінің халық аспаптар оркестрі мамандығы бойынша оқып бітірген екен. Дәрібаевтар отбасылық ансамблі 1990 жылы Шымкент қаласында құрылған екен. Қазақ эстрадасында алғашқы кассетасындағы әндермен елге тез танылып үлгерген екен. Жас жұбайлар, аман бол, бәрімізге белгілі, оқ сияқты, нұрларман, айтшы жаным, сендей болмайды, сүйгеніме, тағы басқа әндері халықтың жүрегінде қазір де ерекше орын алады. 1991 жылы Жас қанат конкурс жылы отбасылық ансамбльдер байқауының жеңімпазы атанған екен. Ансамбльдің 2006 жылдан бері Дәрібаевтар ансамблі Алматыға қоныс аударған екен, 2006 жылдан бастап. Өз өнерлерін халыққа көрсетуде қазірде. Қазіргі таңда елге танылған әндері Қазақтың қаны, Айя, өміріңе немқұрайлы қарама, Сен, шын махаббат, ескі сурет сынды осындай керемет әндері халықтың құлағында қазір тыңдалып жүр. Патриоттық әндер, махаббат тақырыбындағы керемет әндер сіздер құлағдарсыздар бәрінен. Ал енді құрметті көрермен, мінекей Ибрагим Дәрібаев ағамыз ортамызда. Ендеше аға, өзіңізде сөз кезегін өзіңізге бере отырсақ. Өзіңіз бастап берсеңіз, бүгінгі тікелей эфиріміз әрине сіз үшін. Сондықтан ортамызға қош келдіңіз, сөз кезегі сізде. Ассалаумағалейкум, қазақ елі демекшімін. Соның ішінде бүгінгі өнер және мәдениет қызметкерлері әріптестеріме бүгінгі күнімізді құттықтаймыз деп шын жүректен ниет айтқым келеді. Бүгінгі мынау тікелей эфир арқылы әсіресе мынау өнер адамдар біздің жаңағы коллегаларымызға деп айтамыз ғой. Солар кісілерге өнердің жолында, мәдениеттің жолында қызмет еткендеріңізге көп рахмет айтқым келеді. Себебі бұл жұмыс өте былайша қарағанда оңай сияқты болғанымен өте күрделі, өте қызық әрі қиын. Сондықтан да бүгін әріптестеріме әсіресе мен соншалықты тікелей эфирді пайдалана отырып, сіздерге деген әріптестеріме деген өзімнің жылы лебізімді, жылы жүрегімді, өзімнің сіздерге деген махаббатымды, өзімнің сіздерге деген ақ ниетімді осы ақ тілек арқылы білдіргім келеді. Рахмет сіздерге, қайсымыз болсақ та осы өнер жолында жүрген қызметкерлерге көп рахмет. Қарапайым халқымызға да, мынау қарапайым біздің тыңдармандарымызға көп рахмет айтқым келеді. Жаңағы сіздерге деген махаббатымды, сіздерге деген ілтипатымды осы бүгінгі тікелей эфирменен білдіргім келеді. Неге десеңіздер, қашан да болса осы бізге жақсы лебіздеріңізді, жақсы тілектеріңізді айтып жатасыздар. Неге біз сол махаббатты
сіздерге өздеріңізге қайтармасқа дегендей сол бәрекелді, бәрекелді. Құттықтап жатыр. Мына жерде Жазира Данибекова, мерекелеріңіз құтты болсын дейді. Біраз сізді жақсы көретін көрермендер кіріп жатыр біздің сайтымызға. Сондықтан да құтты болсын тағы да аға. Мінекей жанұямызбен тыңдарманбыз дейді. Мереке құтты болсын дейді. Дархан Қабылов, шығармашылықта толағай мол табыстарға жете беріңіздер дейді. Әмин, әмин. Үлкен рахмет сізге, Дархан. Ал енді сізге сұрағымды қоя отырайын. Көрермен, сіздер де сұрақтарыңызды қоя отырарсыздар. Қазір мен қояйын сұрақты. Сіздің өзіңіздің отбасыңыз туралы таныстырып өтсеңіз. Бірі білсе, бірі білмес енді деп ойлаймын. Қаншама танымал болғанмен де білмейтін адамдар бар ғой. Біздің отбасы басында мен Әлия екеуміз бастадық. Әлия деген келіншегім. Әлия негізі жеңгеміз, иә. Иә, өнері әнші, сол ансамбль, қашанда болса ансамбль құрып жатырмын, сол ансамбльге келіп жүрген қыздардың бірі болатын. Ал Әлиядан екеуміз отбасы құрып алға тірліктерімізді бастай бастағанда біздің алғашқы ұлымыз Сәкен, менің үлкен балам, апасы мен атасының қолында өскен, сондықтан маған іні сияқты өткен. Отбасы құрған кезде қай жерде тұрдыңыздар? Отбасы құрған кезде баста қай жерде тұрдыңыздар? Тұрғылықты жерлеріңіз қай жерде бұл? Отбасы құрғанда біз Шымкентте квартирада тұрдық. Квартирада тұрдық. Шымкентте бір жылда 9 квартира ауыстырған. О, әне. Кейін ауылға барып, ауылымыз Ақтастау ауылда, Әлия сол ауылдың несінен кіріп, отынан кіріп, күліне шығатын келін болды. Керемет келін болды дейсіз ғой. Келін болып ауылда мен сол жерде ансамбль құрдым, басқа ансамбль енді Рауан деген ансамбль құратын. Бәрекелді. Сонымен Әлия Сәкеннен кейін Меруерт деген менің жақсы көретін қызым дүниеге келді. Атасы мен апасы Сәкенді жақсы көретін тұғын. Ана қыздарымды өздерің қараңдар деп, ол Меруертке көп назар аудармайтын тұғын. Сондықтан мен Меруертке көбірек назар аудардым. Меруерттен кейін Гүлден деген қызымыз, білетін шығарсыздар. Ол қазір ол да әнші қыз. Бәріміз әншіміз. Алматы қаласында. Гүлденнен Ая деген қызымыз. Ая деген ән бар еместе. Иә. Қазір мынау актриса несіне оқуына оқып отыр. Жүргенов. Керемет. Керемет аға. Бірінші киноларға түсіп қойды. Одан кейін енді Сәкеннен жаңағы қыздарымыздан немерелеріміз, олар да өнер жолында. Иә, оларды да көріп жатамыз. Эфирлерге шығып жүр ол кішкентай бөпелеріңізде, ботақандар. Бойыңыздағы өнеріңіз кімнен дарыған? Бойымдағы өнер білмедім, нағашыларынан дарыған шығар, білмедім. Нағашыларымыз аса былай жақындықта болған жоқ. Ағайындардан ешқайсында ондай не болған жоқ, бірақ біздің отбасымыз негізінде біздің анамыз мектеп директор болатын, Ақбастауда, Ақбастауында. Содан мектептегі аспаптардың бәрін үйге әкеп қоятын тұғын, жаздың күндері ұрлап кетеді деп. Сонымен бәріміз жаңағы баян тартамыз, аккордеон тартамыз, ол кезде мына 12-ді татар гармошка дейді, гитара, мандолин деген болатын тұғын. Аспаптың бәрінде ойнайсыз ғой аға, иә? Тартатын. Аспаптың бәрінде ойнайсыз ғой? Аспаптың бәрінде, иә, мен... Бәрекелді. Менеке нағыз музыкант деген сондай болады. Нағыз музыкантсыз аға. 8 аспапты ойнайым. О, бәрекелді. Атап өтіңізші? 8 аспап. Баяннан бастағам. Баянға шамалы ұқсайтын аккордеон. Бәрекелді. Ол жағы ұқсайды аккордеон. Аккордеон тартқан екен, пианино армен өзімен өзі жалғасып кетті. Себебі бәрібір клавиште. Солардың бәрін ойнап жүргенде вокалды аспапта ансамбльге кіріп кетіп мақтық болды. Ақбастау кішкентай кезде 7 классында. Вокалды аспаптың өзінде бас гитара бір дүние, ритм гитара бір дүние, соло гитара бір дүние, барабан бір дүние. Ямаха деген нәрсе жоқтың, ол кезде арган болатын. Оның бәрі сол жаңа бірін-бірімен жалғасып жатқан. Бұл жаңа репетицияға келгенде барабанға отырып тақылдатамыз,
анау барабанщик келгенше сөйтіп ананы Керемет. аламыз, мынаны түртеміз, мынаны түртеміз, бәріне үйреніп кеткен. Бәрекелді аға, мінекей. 8 аспапта ойнайды екенсіз, нағыз өнердің майталманы атанатын адам екенсіз. Енді келесі сұрағымызға көшетін болсақ, балалық шағыңыздағы басыңыздан өткен бір қызықты оқиғаны айтып берсеңіз. Негізі советтер кезінде біздер 59 жылдары, 60 жылдар, 70 жылдары біздің ауылдағы тұрмысына жағдай онша болған жоқ деп айтайын, мен шынымды айту керек. Бірақ сол бір баян әперсе деп армандайтын болған. Сол Төлтен деген ағамыз болатын, біз үйімізге баянмен келетін, баян деген кезде баян үйренетін. Сонда менің арманым, біздің класстастарымыздың көбісінің арманы маған велосипед әперсе деп армандайтын болған. Мен велосипедтің қажетін айтып, маған баян әперсе деп армандайтын болған. Иә, музыкаға, өнерге құштарсыз ғой. Өнерге құштарлық қой. 120 сом тұрады жаңа баян. Оған жағдайы жоқ әке-шешемнің. Мұғалімдер болады. Сонымен әйтеуір, әркімнен әйтеуір баян тартып үйреніп, есікті ауылдың төмен жағында Ағабек деген ағам болатын. Сол кісі жаңа енді мәдениет институтында оқиды. Сенбі күндер келеді. Қалған кездерде баян үйінде болады. Үйінде барып сұрайтын апамыздан, апасынан. Баян ойнап, маған беріңізші десем, енді үйге беруге алады, қымбат сат қой енді. Айналайын, сен өше де үйді есін алды отырып, үйрене берші, есін алды отырып, баян тартып үйренетін. Өнерге деген құштарлық балалық шақтан басталған екен ғой, аға, иә, кішкентайыңыздан түрлі аспаптарды үйреніп, мінекей қандай осындай өнерлі отбасы деген атқа ие болып отырған жайларыңыз бар. Бұл үлкен мерейлі жаңағы ат сіздер үшін де, қазақ елі үшін де. Ал енді Ибрагим аға, өміріңізде қиыншылықсыз адам болмайды ғой. Сол қиыншылықтар кездесті ма сіздің өміріңізде? Бір атап өтерліктей бір қиыншылықтар кездесті ма? Қиыншылықсыз адам болмайтын шығар, білмеймін. Әр пенденің басына қиыншылық түседі ғой. Қиыншылық көп болды әрине. Мен атағым шығып Шымкентте, енді мұны аспаптар алу деген аппаратура, алулар, ол кезде мини-диск деген нәрсе жоқ. Радио микрофондар деген еді шығып жатқан кезде. Жаңағы сондай кезде, сол кезде бүкіл аппаратураның несін бәрі Шымкентте менде ұрлап кеткен гаражға қоятын. Бүкіл инструменттеріміздің бәрі, сол өте қатты тиді мен неме. Себебі аспапсыз біз енді ештеңе істей алмаймыз, аппаратурамыз несі. Сол өте қатты тиді. Енді қиыншылықтар көп болды ғой, негізінде қиыншылық деген кейін ұмытылып кетеді екен, жеңіп шыққаннан кейін. Иә. Басқа да көп қиыншылықтар болды, жас кезінде көп болды қиыншылықтар. Анам қайтыс болып кеткеннен кейін, ананың орнына басқа ана келді. Біздің тәрбиелеуімізбен қиын болды өзі негізі шамалы жас. Иә, қиыншылықсыз ештеңе болмайды ғой, сол қиындықтан піседі ғой адам. Иә, қиындық өмір сүруді үйретеді, аға. Бәрекелде. Ал енді тағы ары қарай сұрағымды жалғастыратын болсам, сіздің жұбайыңыз Әли апай да өнер адамы. Сіздер қалай табыстыңыздар? Соны айтып өтсеңіз. Негізі мен қай жерде жүрсем де ансамбль ұйымдастырып жүретін болатын. Ансамбльдің жетекшісі болатын. Содан жаңағы енді қазіргі заманда кастинг деп атады, ол кезде кастинг деген нәрсе жоқ. Бірақ мынандай кішкентай столдарға хабарландыру жазып кетеміз. Мен Шымкенттегі консульшылар мәдениет сарайы бар үлкен. Сол сарайда Рауан деген ансамбльді басқарамын. Сонымен әнші қыздар керек болды. Сонымен жаңағы хабарландыру жазғанмын ғой. Сонымен қыздар келеді әйтеуір. Нақты, тиянақты, сол өнерге беріліп, тиянақты бірде келіп, бірде келмей. Сонда жаңағы қыздардың көбісі
көңілден шықпай жүрді. Тек қана Әлия ол уақытылы келіп, уақытылы репетиция кетеді. Соны жаңа әзілдесіп айтатындығым осы, Әлия, сен үшін молодец қыз екенсің. Мен өзі негізі мынау София Ротарудың күйеуі, әрқашанда Софияны Ротаруды алға шығарады, өзі бас гитарада ойнайды, ансамбль жетекшісі. Мен жаңағы ойым, қазіргі принципте сол, мына балдарды, әйелімді, бала шағам, қыздарымды алға шығарып, өзім артында тұрамын. Негізі аса көп халық көрді бермеймін. Сонда жаңа әзілдеп айтатын, София Ротарудың күйеуі осындай музыкант, ансамбльдің жетекшісі. Мен де сен саған үйленсем, сен ансамбльдің әншісі қылып, өзім ансамбльді басқарып жүремін, сені звезда қыламын деп әзілдеп айтып жүреді. Сол енді періште құлағына шалынып, әйтеуір. Табысып кеттіңіздер. Иә, табысып кеттік. Соныменен өзі де бері қарады ма, әйтеуір сол сөздерден кейін. Бәрекелді. Содан кейін әйтеуір табысып кеттік сол ансамбль. Ол кезде Дәрібай тұр ансамбль емес, Рауан деген ансамбль болады. Сөйтіп табыстық, содан кейін ансамбль отбасы құрып, одан кейін қанша жыл өмір сүрдік, ансамбль құрған жоқпыз. Кейін ансамбль құрам тарап кетеді, балдар армияға кетеді, қыздарымыз тұрмысқа шығып кетеді, біреу оқуға түсіп кетеді. Иә. Әбден шаршағаннан кейін мен ойладым, бір өзімнің атыма байланысты бір ансамбль құру керек. Ол кезде Ресейде группа Стас Намин деген бір әнші болатын. Оның группасымен шығатын болды. Енді Ибрагим тобы деп айтайын десем, ол кезде халық дайын емес, қазіргі сосын айтуға болады. Ол кезде не емес. Соның біздің немізге орай, тілегімізге орай, Шымкент қаласында негізі жыл сайын отбасылық ансамбльдер конкурс болатын. Әжеп орындар беретін. Сонымен бір жылда ұйымдастырып, неғылым дайындалып жүрдік. Ауылдағы інілерімді қостым. Сонымен Әлия екеуміз бастап, сол Дәрібай тұр ансамблі Шымкент қаласында отбасылық ансамбльдер конкурсының жеңімпазы болып аталдық. Сол содан кейін біздер Дәрібай тұр ансамбль деп басталып кеттік. Иә. Қаншама жылдан бері мінекей Әлия апа екеуіңіз осындай өнерлі отбасы болып, қаншама әндер дүниеге келтірдіңіздер, қаншама сіздерді сүйіп тыңдайтын көрермендеріңіз бар. Қазірде мына жерге чатымызға кіріп отыр, сізді қолдап отыр. Сондықтан да сіздердің отбасыларыңызға тағы да шығармашылық табыс тілейміз. Және тағы бір сұрағым сізге қоятын, Ибрагим аға, сіздің жаныңызға өте жақын қай ән? Қайсы әнді ең жақсы көріп, сіздің жаныңызға жақын, жақсы көретін әніңіз, жақсы көріп орындайтын әніңіз? Мен негізі әнді көп орындамаймын. Мен жаңағы бұрынғы принциппенен жаңағы София Ротарудың күйеуі қайтып кетті, сол жаңағы. Мен негізінде әнді алға шығып, мен әншімін деп айтуға мен шамалы не алмаймын. Елгезерде еркек жігіттің әншімін деп тұрғанға сәл нәзік жаңағы әншімін деп тұрғанына жараспайтын сияқты менің ойым ол. Әрине, бірақ сондықтан мен көбінде әншілерімді, қыздарымды, жас балдарымды, мынау сәкен, немерелерімді шығарып, оларды шығарғанды көріп не аламын. Өзім алға шыға бермеймін. Бірақ өзім жақсы көретін әнім сол бұрынғы әндердің бірі «Сендей болмайды» деген ән. Бірі табамын ғой мен де біреуді, бірақ ешкім сендей болмайды. Сендей болмайды. Сол әнді орындап берсеңізші аға.
Бәрекелді. Бәрекелді. Рахмет аға, рахмет. Мына жерде бір көрермен жазды, дала қандай болар еді-ау, арманымдай аңсаған деген әнді ұмыта алмаймыз дейді. Мінекей көрермендер сіздердің әндеріңізді жаңағы сүйіп тыңдайды екен. Тағы да бір ән орындап берсеңіз жақсы болар еді. Дала қандай болар еді? Дала қандай болар еді, арманымдай аңсаған. Иә, бір топ бір қайырмасын орындап берсеңіз, жаңа көрермен тыңдасын. Дала қандай болар еді, арманымдай аңсаған. Қандай болар еді, арманым, сөзің Өскен жоқ сияқты, бірақ маған сен тұрбады. Керемет аға, тамаша. Мөлдір қара көзіңді, нәзік сезімді, дала қандай болар еді, арманымдай аңсаған. Қандай болар еді, арманым, айтқан сөзің оқ сияқты, айтқан сөзің оқ сияқты, жетеді жоқ сияқты, бірақ маған Тамаша. Тамаша. Баяғы біздің студент кездерімізде осы әнді сүйіп тыңдайтынбыз сіздердің орындауыңызда аға. Студент кезімізде біз баяғы қанша жыл өтті, оғанда бір 20 жылдай өтіп кетті. Тамаша әндер, ұмытылмайтын, есте қалатын әндер. Сондықтан да толағай табыстар тілейміз, шығармашылығыңыз арта берсін аға. Мына еліңізге, халқыңызға бүгінгі мерекемен құттықтап айтатын тілегіңіз болса. Қадірменді өнерсүйер қауым, мына қазір заманда өте тамаша, мына Инстаграм деген, Фейсбук деген нелер бар, сол жерге біз өзіміздің материалдарымыз, концерттерімізді шығарып тұрамыз. Сонда мен халықтан өте риза болатын, бізге өте жақсы ілтипат білдіріп жатасыздар. Сіздерге көп рахмет айтып келемін. Сол арқылы сіздерден бізге деген жылылықтарыңыздың бәрін біз естіп, көріп, соған қанаттанып отырамыз. Біз сіздердің өнер адамдардың үлкен шабыты келетін нәрсе, ол сіздердің қанаттандыруларыңыз, қолдауларыңыз. Сондықтан да сіздер бізге көп күш бересіздер, жігер бересіздер. Енді сондықтан да мына өнер және мәдениет қызметкерлер біздің коллегаларымыз деп айтамыз ғой, оларға енді кәдімгі өзіміздің өмірімізді көріп жатқан барлық қиыншылықтарда жеңе біліп, өнердің шыңына шыға беруіне тілек білдіремін, шын жүректен. Сіздерге көп рахмет айтқым келеді. Адамның бойындағы дарын, талант деген осы ғой шіркін. Қазақтың ән өнерін дамыту жолында аянбай еңбек ете беріңіз аға. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Осымен бүгінгі тікелей кездесу, эфирде кездесуімізді аяқтаймыз. Сізге тағы да бүгінгі мереке құтты болсын, отбасыңызға бақыт, өнерлі отбасы деген атқа лайықсыз. Келешекте жаңа шығармашылық, жаңалықтар күтеміз сізден.